Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Айжан. Менің каналыма қош келдіңіздер. Қазіргі таңда хит болып жүрген маклубе тағамын бірге әзірлейтін боламыз. Маклубе тағамының рецепттері көп. Мен сіздерге өте оңай, түбі келмейтін жасалу жолын көрсететін боламын. Рецепті соңына дейін көріңіздер. Қазақша контентті қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ол мен үшін өте маңызды. Сиыр етін жапырақ тәрізді етіп турап алдым. Өйткені қуырған кезде, біздің қазанымызды аударған кезде әдемі көрінеді. Сәбізді орташа қылып, дөңгелек етіп турап аламыз. Баялдыны қатты жұқа қылмай тураймыз. Картопты да видеодағындай қатты жұқа емес қылып турап аламыз. Табаға өсімдік майын құйып, етті қуырамыз. Тұз бұрышын қосамыз. Суы тартылған кезде су құйып 1,5-2 сағат баяу отта пісіреміз. Ет піскенше басқа табаға өсімдік майын құйып, май қайнаған кезде сәбізді қуырып аламыз. Көкөністерді бөлек-бөлек қуырып аламыз. Сәбізіміз дайын болды. Майын сорғыту үшін қағаз сүлгіге саламыз. Келесі кезекте картопты екі жағынан қызартып қуырып аламыз. Қажет ингредиенттердің барлығын осы видеоның астына жазып қойдым. Сол жақтан қарай аласыздар. Баялдыны да екі жағынан қуырып аламыз. Келесі кезекте күрішті алдын ала жақсылап жуып алдым. Табадағы майды азайтып, күрішті осы майға қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Жарты қасық куркума қостым. Дәмі де түсі де әдемі болып шығады. Күріштен сәл асырып су құйып 15 минут баяу отта бұқтырып аламыз. Келесі кезекте маклубені жинауды бастаймыз. Өсімдік майын құйып, пиязды осылай дөңгелетіп турап алып, ең түбіне пиязды саламыз. Түбі қалың қазанға жасауға кеңес беремін. Маклубені жинап болғаннан кейін ең маңыздысы ең баяу отқа қойып бұқтырып аламыз. Келесі кезекте сәбізімізді әдемілеп қойып шығамыз. Ендігі кезекте етті салып шығамыз. Картопты да әдемілеп салып шығамыз. Арасында тұз қосу керек. Енді баялдыны да салып шығамыз. Енді бұқтырылған күрішімізді саламыз. Күрішті салған кезде қасықпен басып тығыздау керек. Күрішті жақсылап тығыздаған кезде формасын жақсылап ұстайды. Еттен қалған суды құямыз. Егер де қалмай қалса, қайнаған су қосуға болады. Қосқан судың мөлшері 200 мг. Назар аударыңыздар. Қақпағын жауып, ең баяу отқа 20 минутқа бұқтыруға қоямыз. 20 минут уақытымыз өтті. Осылай аударамыз. Түбі жабыспай жақсы шығу үшін қасықпен ұрғылаймыз. Қараңыздар, өте әдемі шықты. Қияр мен қызанақтан салат жасап, жандарына осылай салып шығамыз.
Салаттың жанына жүгеріні салдым. Өте әдемі көрінеді және пайдалы. Маклюбе тағамы дайын болды. Өте әдемі, дәмді болып шықты. Біздің үйдің іші айранмен жегенді ұнатпайды, сондықтан мен айран қосқан жоқпын. Егер видео ұнаса, подписаться, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айжан. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі видео рецепті кездескенше сау болыңыздар.